Jannatul Firdausi sunat. Taksi mi oradan? Yok. Ya bak, senin adam bu tüyesi veriyor. Taksi bırakalım. Жоқ, рахмет, жаяу жетер. Әдемі киініп алып, жаяу жүрмейшерсің андай киініп. Киімге қарап міне ма? Мейлі қайқа барып жүр, жетпісен. Садағаш медресесіне жету керек болып тұр. Болды ғой 800. 800-ді жақын жүр ғой, жаяу жететін жер негізі. Сен көңілің үшін тоқтап тұрмын мен. Аға. 400 теңге берейін. Қарап тұрмын осы сізге. Сол құрылман алаяқтарға 500 теңге тастап жатсыз ғой. Біз сияқты адал қызметкерлерге берсеңіз сол 500 теңгені қосып. Қандай алаяқ? Жәшікке тастадыңыз ғой 500 теңге алаяқтарға. Есімің кім бауырым? Нұрлан. Нұрлан бауырым. Біреудің көрген қате-кемшіліктерді айтудың өзі ғайбат өсек болып есептеледі. Ал көрмеген нәрсеңді айту ол үлкен жала. Сен қазір жала жауып тұрсың алаяқ деп. Братан, күніге такси өтедім мына жақта. Не бір өсекші әйелдер отырады ғой маған. Білеміз ғой ол қордың қандай алаяқ екенін. Халық айтса қалып айтпайды деген сөз бар. Міне алаяқтарға тастап жатсыз сіз. Қалып айтпайтын шығар. Бірақ естіген нәрсемізді емес, көрген нәрсемізді айтқан жөн емес. Мысалы мен сол ортада жүргенмін, олардың тірлігін көргенмін. Мен ішімде сенбеймін, негізі анау айтсын, мынау айтсын. 700 теңге кеттік. Алдына кіргізіп тастайын. Бұлай қылайық, Нұрлан. Мен саған 1000 теңге берейін. Мен келмеймін апаратын аға. Жоқ, қайтып келу үшін емес. Сен бірге кірші менімен медресенің ішіне. Мен саған 1000 теңгені берейін. Жай жан. Ішіне кіру керек. Кірсек кіре керек, бензин кетпесе болды маған. Медресенің ұстаздар мен жұмысшылардың айлығына 77.712.132 теңге кеткен. Медресенің электроэнергиясы мен газына 28.156 теңге жұмсалған. Жағдайы төмен отбасыларға қаржылай көмек 6.400.000 теңге жұмсалған. Медреседегі шәкірттердің 3 мезгіл тамағына, яғни ол жерде 877 оқушы оқиды. Оның 479-ы ер балдар, 398-і қыз балдар. Осыларға 194.576.832 теңге жұмсалған. Қалай, Нұрлан? Көзің жетті ма? Ой, қаяқты көз жеткен. Ана адам миына келмейтін зумалар кетіп отыр ғой жақта. Енді мынанша медресені оңай ақшаға салмайды ғой енді. Ой, біз қаншама басшыларды көрдік қой есеп берген. Есеп бергенде бар ғой, өлдіріп жібереді. Жоқ, енді Құдай өзі кешсін, молда кісілер ғой енді барлығы. Бірақ енді андай сумаларда бір шикілік барады бізге ол, мен ол қаяқтан келіп отыр ондай ақшалар ол. Енді мынанша медресені салу оңай емес қой, Нұрлан. Нұрлан, бұлай қылайықшы. Бір күнде қанша табасың таксиде? Андай сумадан кейін бір түрлі күн, не айтып отқан. Айт, қысылма. 7 мың, кейде 8 мың, кейде 6 мың. Екеуміз жаңағыдай келісейік. Сен бір күніңнен артық ақша берейші мен. Мен бір күн жүре аласың ба осыны аралауға? Машина өшірі тұрады. Машина өшірі тұрады, бензин кетпейді. Осы медресенің айналасын айналып, жасалған тірліктерді көзбен көріп шығамыз. Сіз берсеңіз мен ала беремін, бірақ ақша сіздікі ғой. Бірақ сіз қанша айтсаңыз да, ол мен сендіре алмайсыз ол. Ақиқатты біліп тұрған адамға не айтасыз ол қайта-қайта? Жоқ, енді мен айтпаймын. Енді мен көрсетейін. Бірге көріп қайтайық.
Сарыағаш медресе колледжінің инфрақұрылымы. Қыздар жатақханасы 3337,2 шаршы метр. 3 қабатты. Ұлдар оқу корпусы 3704,2 шаршы метр. 5 қабатты. Қыздар оқу корпусы 2494,4 шаршы метр. 4 қабатты. Ұлдар жатақханасы 1473,4 шаршы метр. 2 қабатты. Спорт кешені 1716,2 шаршы метр. Бассейн 722,7 шаршы метр. Дәретхана 836 шаршы метр. 2 қабатты. Мешіт 11173,6 шаршы метр. Құран үйрететін орталықта 50-ге жуық қари бар. Қыздарға арналған жаңа оқу ғимараты 3750 шаршы метр. 5 қабатты. Ұстаздар үйі 3240 шаршы метр. 3 қабатты. Біздің уақыттар. Жақсылық істеудің жолы саналуан. Сол қайырымдылық көмектің маңызды бір түрі, яғни үзілмейтін садақа уақып деп аталады. Қазіргі уақытта Абдуғапар Сманов шатыры 1000 шаршы метр, Закария Сманов шатыры 529 шаршы метр, балық орталығы 720 шаршы метр, дүкен, наубайхана, асхана 400 шаршы метр жұмыс істеп тұр. Аталған орындардан түскен барлық кіріс медресе қажетін өтеуге жұмсалады. Мынаяқта оқитындар курортта жүргенде демалады екен ғой, а? Енді бүкіл жағдай жасалған дұрыс та. Қараш. Мейлі. Мынандай енді керемет жерлер ғой енді. Өзім жетіп жатыр, бірақтан енді бір жәшіктің ақшасына бұндай нәрселер соғу мүмкін емес ол. Шетелден ақша келе ма? Арабтардан ба? Бұл жақтан? Сен тағы да жала жаба бастадың ба? Жоқ. Бұлай ғой, Нұрлан. Қара, мен сені әдейі мына жаққа әкеле жатырмын, медреседен сәл шетінде. Мына техникаларды осы елдің салған садақасына сатып алды. Егер осы құрылысты түгел соғатын құрылыс материалдарын өзін сатып ала беретін болсақ, біздің ақшамыз жетпейтін еді. Сол үшін біз әдейі техника алдық. Мысалға қараш, мына шлакоблокты қазір өзімізден шығарып жатырмыз. Елдің салған садақасын үнемдеп, тиімді пайдалану ғой. Мысалы, мынаны жеке өзін сатып алатын болсаң, ешқашан мынандай құрылысты салып бете алмайсың. Сондықтан бұл жерде ұстазымыздың бір ғана ұстанымы бар, ол бөтен жақтан ақша алмау. Тек осы елдің салған садақасын және кәсіпкерлердің берген көмегін тиімді пайдалану. Мысалы, мына шлакоблоктар қалай шығады? Мен саған көрсетейін, мына техникаларды алғанымыз. Күндіз-түні жаңа молдан алдында тәсімен тәжіп отқан балдар ма деп ойласам, мыналар өмірлері рахат қоя. Енді басты мақсат та осы еді ғой, білім алушыларға осылай жағдай жасалған дұрыс. Аллаға шүкір, жақсы жүріп жатыр екен мына жайға. Аллаға шүкір. Бірақ енді мынау жәшіктер тоқтап қалса, бизнесмендер бермей қалса ақша. Болма, тоқтай ма мынау енді? Сұрағың өте орынды, Нұрлан. Қазір екеуміз мініп келе жатқан қайықтың өзі ақылы. Осы мешітке келген қонақтардың, отбасымен қыдырғысы келген адамдардың осы жерге қайыққа мінгісі келетіні анық. Бүкіл жағдай жасалған. Бұл жерден түсетін табыстың өзі осы медресеге бөлінеді. Сенесің бе, осы қайықтың өзінен бір айда 700-800 мың теңгедей табыс түседі. Мысалы, жаңа өзіңе көрсеткендей Закария шатыры, асханалар, жан-жағындағы дүкендер және арнайы балық орталығы ашылған. Сол жерден түскен табыс 100% осы медресенің шәкірттеріне, құрылысына, жәрдемақы ұстаздарға, мұқтаждардың көмегіне тиесілі болмақ. Әдемі жер. Шетел сияқты, Сенесің бе? Орта Азияда жоқ сияқты мынандай жер, Дәл айтасың. Бұндай медресе, бұндай мешіт Орта Азияда жоқ. Ең үлкен, ең биік мұнара, ең жағдай жасалған керемет жер. Ұстаздарға да үй беріліпті. Аллаға шүкір, Аллаға шүкір. Жалпы деймін да, халық садақа берген кезде ойы бір ғой. Алланың разылығын алсақ, жолымыз ашылса деген ниетпен береді. Бірақ енді бұл жаққа бергенде дұрыс шығар енді. Бірақ енді андай жетімдерге бермей ма, үй жоқтарға бермей ма, мұқтаждарға азық-түлік бермей ма деп ойлаймын мен. Соның сауабы көп сияқты маған, мынандайға берген сияқты. Әр қайырымдылық қордың өзінің жүйесі, бағыты болады. Бүкіл елдегі жалғыз қор
Жәннәтул Фирдауси қайырымды қор емес қой. Талай қорлар бар. Бір қорлар үй беріп жатады, бір қорлар мұқтаждарға азық-түлік беріп жатады. Ал Жәннәтул Фирдауси қайырымдылық қорының бағыты осы білім. Өйткені білім бүкіл амалдардың басшысы. Осы білімнің соңына ерген амалдардың артында береке, тыныштық, жеңіс болады. Мына өзіміздің қазақтың тарихына қарасаң, кешегі Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсыновтай, кешегі Алаш азаматтары, Міржақыптай мықтылар қайдан шықты? Осындай медреседен білім алып шықты. Сонда біз қазір бір мұқтаждың қажетін өтесек, ол бір мұқтаждың қажетін өтеген нәрсе болып саналады. Ал білімдіге жол ашсаң, білім қоған жасқа жол ашсаң, білім беретін ұстазды жағдаймен қамтамасыз етсең, ол бүкіл елдің болашағы емес пе? Сен бір ұстазға айлыққа жалтақтатпай, дүниеге алаңдатпай жағдайын жасап берсең, ол тек шәкіртке білім берумен айналысса. Бір ұстаздың өзі қаншама елдің тұлғаларын тәрбиелеп шығатын еді. Берілген садақа қазақ елінің болашағына инвестиция десеңші. Әрине. Қысқаша солай. Мысалы, бір жақсы ұстаз 1000 жақсы шәкірттің кепілі да. Алла бізге білімді парыз етсе, демек әр жақсы шәкірттен бөлінетін сауап осы елдің беріп жатқан садақасына. Жалпы айтайын ба? Бүгінгі қыдыр істейін ба? Серуендеуден мен түйгенім біздің Қазақстанымыздың болашағының жарқын болатынына мен тағы бір көзім жеткендей болды. Өйткені мынандай жерден білім алған, үлкенге деген құрмет көрсететін, сондай бір жүздері жылы нұр шашып тұрған балалар екен. Сондай жігіттерден жарқын жастар шығатынына бір сеніп көңілім толып отыр. Бірақ енді мынандай жерді басқару, мынандай жерді бір игеріп отыру, осынша балаға ілім беріп отыру, таза бір данышпан адамның жұмысы ғой негізі. Мен бір миыңызды ашытпай ақ қойын, соңғы сұрағым бар. Осы жерді басқарып отырған жалпы кім, қандай тұлға бұл жерде? Адамға алғысы болмағанның Аллаға алғысы болмайды дейді. Осыншама жақсылықты көзбен көріп, шынымен де сол тұлғаға риза болып отырсаң, ол да бір алғысын шығар. Бірақ осы балаларын оқытып жатқан әрбір ата-ана, осыншама тірлікті көрген әрбір халық алғысын айтып отырған, осыншама жақсы іске себепкер болған бір кісі бар. Қаласаң көрсетейін, таныстырайын. Амин. Аллахумма ансур ман насра al-Islam وأيد من يد الدين واخذل من خذل الإسلام وكبت من عاد الدين فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا كريم senin rahmetine ümit kılıp olgan taң namazımızda kabul kıl. Pendilikpen kankalarımızda keşirgen. Rabbana Karim egemendi elimizin еңсесін beyik kıl. İman men ıntımakpen beyik kıl. Tevelsizligimizde kıyametke şeyin мәңгі kıl. Köktuğumuzda kıyametke şeyin jilbiret. Dünya halklarına hidayet ver. Muhammed ümmetlerine hidayet. Nusrat bereke birlik ver. Bizden Kazakistanımızga da hidayet. Bereke birlik. Yekincenin жақсылығын ver. Rabbana Karim. Halkımızda 5 vakit namazda kayım. Orazada sayım. İman İslam'da kadamlarını kıl. Jigitlerimizde imanda arnamızda. Ayıl kızlarımızda imanda arnamızda ibalı kıldır. Sarıgaş oku ornun. Kıyametke şeyin alemge belgili oku orunlarının birege yıkıldır. Жылдан мыңдаған ғалымдар, мың-мыңдаған хафиздар, әлемге танымал тұлғалар шығатын ең хайырлы мекеннің хайырлысы қылдыр. Rabbana Karim, Sarıgaş оқу орнына қанша мұсылмандар жәрдем беріп жатыр. Сенің сүйікті пайғамбарың
suyukli payg'ambarimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem cennetli sırasanglar, cennetil firdavsida sıranglar degen, cennetil firdavsida armandap, kança Müslümanlar jardam berip жатыр. Jardam bergenlerge jardam ber. Kuvvatlagandарды kuvvatla, tosqunды kuvvatkan kımakçı bolganдар da, olar da senin pendeleriň. Olarga hidayat ber. Olarga da hidayat ber. Olarga da hidayat ber. Rabbana Karim. Sarıgaş okuw orunynyň okuwçylaryna körkem minez ber. Mıhta densawlyk ber. Faydalı bilim ber. Жақсы, көркем, sabır ber. Ata-analarning aldına sağ salamat barulарын nasip kıldırgın. Rabbana Karim. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Allahümme barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaban nar. Allahu ekber. Қажеке? Тоқтаңызшы. Бүгінгі кездесуіміз Алланың сыйы болды. Жүректе қатып қалған ғой бізде. Елдің өсегіне шырматылып жүрегіміз. Бірақ бүгінгі кездесуіміз бір андай рухани жаңғыру болды мен үшін жаңағы. Не, 10 мыңға майдаңыз бар ма? Жоқ, жаймайды. Мынау медресеге жаңағы мен атына қосқан болсын бір өзіңіз дұға етіп қойып жаңағы балдарға. Былай қылайық Нұрлан. Бұл келісілген ақша, келісілген күйінде қалсын. Мен саған бір әдемі жолды үйретейін. Сенің ақыры көлігің бар ғой. Мынау Жаннат Фирдауси қайырымдылық қорының шығарған көлік дұғасы. Сен садақаңды күніге осыған 10 теңгеден болса да, 100 теңгеден болса да салшы. Қалай салам? Міне, мына жерге соткаңмен QR кодты терсең телефоныңмен. Одан кейін мына жерде нөмірлер жазылған. Осы нөмірлер арқылы садақаңды күнде салып тұрсаң болады. Бір анау қатты тасқын келген кезде, су тасқа түскен кезде тасты тазартады. Ал бірақ оған күнде тамшы тамса ше, ол тасты тесіп өтпей қоймайды. Сондықтан бұл 10 мыңды пәлен күнге бөліп тастап, күніге 100 теңге, 50 теңгеден беретін болсаң, сен күнде садақа бергеннің сауабын аласың. Осы саған сый болсын. Күнде сауап деңізші ана жерде. Осы 10 мыңды күніге бөліп аласың сауапқа. Алла разы болсын. Біздің Питакта таксистерге мынаны берсең бар ғой, 100 теңге төгеміз, сол картаға кетіп отыр сол ақшалар. 200 теңге, 300 теңге. Мен де карта ойнамаймын, осыған енді салып отырмын жаңағы. Болды. Сізге Алла разы болсын Қажеке, екеуміз Аллаға шүкіршіліктер болсын. Сіздей кісімен жолыққаныма бүгін.